4-ші подъездің алдында не істеп тұрмын. Себебі біз телефонды алып кеткен адамның подъезін таптық. Бүгін мен тағы да ровд-ға бардым. Бастығымен кездесіп, камералар тағы қарап, қасыма бір полиция қызметкерін берді. Дәл осы домға келіп тұрмыз. Жаңағы кісінің суретін көрсетсек, көршілер танып тұр. Күн ара келіп тұрады деп, бірақ бұл жақта тұрмауы мүмкін. Қазір енді сол кісіні күтіп тұрмыз. Салон Саба. Полициядан ба? Это в чем дело? Этот мужчина к вам приходит? Нет, он живет на втором этаже. Все, спасибо. Спасибо большое. Екінші этажда тұрады екен. Телефон табат сияқтымыз. Міне келіп тұрмыз. Телефонды алып кеткен адамның үйіне. Здравствуйте. Хорошо, заходи. Чего надо? Петр, да? Да, Это вы же, да? я же. Телефон забрали. Так, Это телефон где? у меня. Дайте. Можете вернуть, вот. Вот Потерпевший хозяин. хозяин телефона. Что-то зарядка жоқ сияқты. Битсе. Орамал жейші. Келдер десе. Міне мына курткамен жүрді ғой автобуста. Дед, вам надо объяснительно написать. Что Напишу вы- завтра. Да. Сегодня надо. Ну, помоюсь, потом придете. Хорошо. Через сколько прийти? Ну, через час-полтора. Я его нашел. Я пенсионер МВД? КНБ. КНБ? Да. Понял. Принято. Принят. Қосыла ма? Әне қосылып тұр ғой. Қалай сөндіріп тұрады екен? Құтты болсын. Все, рахмет. Телефонды таптық. Сол мана айтқан домнан тауып алдық. Сол атадан. Менің қолымда жоғалған телефоным табылды. Телефоным дін аман. Ешқай жеріне зақым келмеген. Сау жасап тұр. Бостандық ауданының полиция басқармасының жанындағы полиция бөліміне рахмет. Телефонды 10 күн дегенде әйтеуір таптық. Негізі жұмысқа кіріссе бір 15-20 минутта тауып алдық. Просто уақыт болмай жүрген екен ғой. Полиция аз екен бұл жақта. Ал участок үлкен, полиция санаулы ғана. Осы жақтың бір полициясын жоғары жақта отқан ағаларымыз көріп көбейтсе, нұр үстіне нұр болар еді.